Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында пельмен жасайтын боламыз. Және де осы пельменді морозильникке қатыратын боламыз. Ең алдымен ұнымызды дайындаймыз. Одан кейін бір дана жұмыртқамызды қосып, бір шай қасықтай болатын тұзымызды салып, жылы сумен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып үйленді. Енді осы қамырымызды салфанға салып, 1 сағатқа қоя тұрамыз. Ал енді пельменіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 пияз қажет болады. Пиязымызды жақсылап майдалап турайтын боламыз. Өте майда болып туралуы қажет. Пиязымызды өте майдалап турап болдық. Енді осы пияздың үстіне фаршымызды саламыз және де тұз, бұрыш қосамыз. Содан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Өте қатты бір-біріне бірігуі қажет. Жақсылап араластыруымыз керек. Ал енді қамырын жақсылап иінін қандырып қоямыз. Жарты сағат көлемінде тұруы қажет. Қамырымыз жарты сағат көлемінде тұрды. Енді осы қамырды жаятын боламыз. Өте қатты жұмсақ қылып жаймаңыздар. Орташа деңгейде дөңгелек қылып жайып шығамыз.
Мінекей достар, біздің қамырымыз жайылды. Енді осы қамырларды мантыны кескендей қылып кесіп шығамыз. Ол менде видеоға түспей қалыпты. Дәл осылай кесіп шығамыз да, қазір осы қамырларды төрт бұрыштап тағыдай кесетін боламыз. Біз қамырларымызды кесіп алдық. Енді шай қасықтай болатын фарштарымызды саламыз. Және де екі жағынан қосып, екі үш бұрыштап қосып, одан кейін екі бұрышын бір-біріне қосатын боламыз. Сол кезде бізде пельмен шығатын болады. Дәл осылай барлық қамырларды дәл өстіп жасап шығамыз. Осылайша барлық пельмендерді жасап, мен морозильникке қатырдым. Кез келген уақытта тағамға қосып, пельмен жасай беруге болады. Келесі кезекте мен самса жасадым. Самсаның қамырын мен қолдан жасадым. Ол менің каналымда қалай жасалу жолдары бар. Соны қарап көрсеңіздер болады. Осылай қамырларды үлкен-үлкен бөліктерге кесіп алдым. Егерде сіздер самсаның кішкене ғана бөліктерін қаласаңыздар, кішкене қылып кесулеріңізге болады. Мен үлкен қылып кестім. Үлкен самса жасау үшін самсаны 3 бұрыштап, 4 бұрыштап жасай беруге болады. Мен осылай 3 бұрыштап, барлық қамырларды осылай 3 бұрыштап самса жасап шықтым. Және де бұл самсаны морозильникке қатырсаңыздар болады. Ұзақ мерзімге жарайды, кез келген уақытта алып, пісіріп жей беруге болады. Самсамызды морозильникке қатырмас бұрын осындай үлкен тәрелкеге пищевой пакетті орап, осының үстіне самсамызды қойсаңыздар, морозильникті бірінші қатырып алып, пакеттерге болмаса өзінің ыдыстары болады, арнаразби соларға салып қойсаңыздар болады. Немесе пищевой пакеттің орнына күнделікті қолданып жүрген салафанды пайдалансаңыздар болады. Сол кезде самсаларымыз осындай тәрелкелерге жабысып қалмайды. Осындай әдіспен көптеген ұн тағамдарын морозильникке қатырып, содан кейін салафанға салуға болады. Көптеген самса, пельмен, манты және де осындай лапшаға қосатын, лапша сорпаға қосатын лапшаларды немесе лагманның қамырын осылай морозильникке қатырып барып, көптеген салафандарға болмаса өзінің арнаразби ыдыстарына салып қоюға болады. Сол кезде ыңғайлы болып морозильнигіңізде көп орын алмай тұрады.
Мінекей достар, бізде 17 самса шықты. Көлемі үлкен болып шықты. Өзім осында үлкен болғанын қаладым. Егер сіздер қаласаңыздар, кішкене қылып жасауға болады. Мінекей достар, біздің самсамыз да, пельменіміз де дайын болды. Алдыңғы видеомызда біз тефтели жасаған болатынбыз, және де келесі кезекте шығатын видеомызда манты түрін жасайтын боламыз. Мантымызды да морозильникке қатыратын қылып жасаймыз. Ендігі кезекте осы мантының видеосын күтіңіздер. Және де осы видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап қойсаңыздар да болады. Өте қолайлы, кез келген уақытта морозильниктен алып жасау қоюға ыңғайлы. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.